Сәлем құрметті біздің білім алушыларымыз. Бүгін біз сіздермен 9-шы сыныптың тақырыбы арифметикалық прогрессия деген сабақты өтетін боламыз. Жалпы арифметикалық прогрессия деген бұл тізбек деген дүниеден шығады. Тізбек деген тақырыпты біз анау 6-шы сыныптан бері білеміз, Енді арифметикалық прогрессия дегеннің анықтамасын берейік. Бұл екінші мүшесінен бастап, әрбір мүшесі алдыңғы мүшесінен тұрақты d санының қосындысына тең болатын тізбекті арифметикалық прогрессия деп айтамыз. Сол кезде былай айтуға болады, әрбір екіншісі мүшесінен бастап d тұрақтысына артып немесе кеміп отыратын тізбекті айта аламыз. Яғни d деген ол жақта қосылып жатқан сан, немесе d деген ол айырмасы деп аталады. Жаққа жазып қойық, бұған бөлек тоқталамыз әрине. И айырма бізде 10 сан болуы да мүмкін, теріс сан да болуы мүмкін. Яғни бізде тізбек мынандай болуы мүмкін ғой. Мысалы 2-ден басталады. 2, 4, 6, 8, 10 деген сияқты. Мысалы, мына жақта d-сы неге тең болып тұр? 2-ге тең болып тұр. Айырма ғой. Айырма деген 4 пен 2-нің айырмасы, 2-ге тең. Сонда бізде мына жақта тізбек неге қосылып тұр? 2 қосылып тұр. 2 деген сан арқылы артып отыр, Бұл да бір арифметикалық тізбек. Мынау A1 деген ол бізде бірінші мүшесі деген сөз. A2 деген ол бізде екінші мүшесі деген сөз. Яғни бұл жақта n деген бұл индекс деген сөз. Индекс деген сөз. Индекс деген бұл реттік номерін көрсетеді тізбектің. Реттік номері. Мысалы, кезекте тұрған кезде біз айтамыз ғой, мен мысалы 10-шы тұрмын тізбекте. Мысалы, соңға барамыз, сол кезде бізге талон береді. Талонда жазылып тұрады 331-ші номер. Бұл сіздің индексіңіз болады. Тура сол сияқты тізбекте де бізде индекс деген дүние бар. Енді арифметикалық прогрессияда біз теріс сандардан да тізбек құрыла беруі де мүмкін. Мысалы, -1, -5, -9, -13 деген сияқты. Бұл жақта мысалы айырмасы неге тең? -4-ке тең, мына айырмасы -4-ке тең. Егер біз -4-ті қосып отыратын болсақ, я болмаса 4-ті азайтып отыратын болсақ, онда бұл тізбек кеми береді. Бірақ бұл бізде қандай бір 4 деген тұрақты санға өзгеріп отқандықтан біз бұны айтамыз арифметикалық прогрессия деп айтамыз. Енді осы арифметикалық прогрессияның кез келген бір n-ші мүшесін табу формулаларын, яғни арифметикалық прогрессияның қасиеттеріне тоқталайық. Мысалы, бізге тізбек беріледі. Мысалы, мынандай тізбек берілуі мүмкін. 1, 7, 13, 19, та осылай кете беретін тізбек. Нүкте қойып қойық. Бұл кете береді деген мағынаны білдіреді. Мысалы, мына жақта қандай сан қосылып отыр? 6 қосылып отыр, Яғни айырмасы неге тең? 6-ға тең. Енді осы тізбектен, мысалы, саған айту мүмкін. Мысалы, 50-ші орында тұрған санды тап деуі мүмкін. Енді 50-ші орында тұрған санды табу үшін біз 50-ге дейін жазып шықпаймыз ғой. Мысалы, кейбіреулер жазып шыққан, мысалы, арамызда осы сабақты көргендеріміз болса. 19-ға 6-ны қосасын, 25, 25-ке 6-ны қосасын, 31, 31-ге 6-ны қосасын, 37 деген сияқты. Дәл осылай 50-ші, 50-ге дейін жазып шықпайсың ғой сен. Ол көп уақытты алады бізге. Сол себепті біз аламызда кез келген арифметикалық прогрессияда n-ші мүшесін табуға арналған формула бар. Бұл формуланың негізгі мағынасы біз остановка деп түсіну керекпіз. Мысалы, A1 деген ол бізде бірінші остановка. A2 деген ол бізде екінші аялдама деп айтайық қазақша. A3 деген үшінші аялдама. Енді мысалы бізге n-ші аялдамаға дейін жету керек. Енді логика бойынша бізде былай болады. Мысалы, бізге 10-ші аялдамаға дейін бару үшін бірінші аялдамадан бастап, d-ны қанша рет қосамыз? Айырманы 9 рет қосамыз, Неге 9 рет? Себебі бірінші аялдамадан 10-ші аялдамаға асу үшін біз 9 аялдама асып өту керекпіз. Сол себепті біз A1 қосылған 9-ды деп айтамыз. Немесе формулаға салып көрсететін болсақ, мысалы A10 тең болады, A1 қосылған 10-1 көбейтілген d болады. Бір сөзбен айтқан кезде бәрібір сол A1 плюс 9-ды шығады. Бұны біз формулаға салмайық, логикалық түрде түсініп алсақ болады. Логикалық түрде түсіну үшін былай жасайын, мен барлығын өшірем. Енді былай жазам. Мысалы, бізге 50-ші аялдамаға бару керек. 50-ші аялдамаға бару үшін мен не істеймін? Бірінші аялдамадан отырамда 49 аялдаманы айналып өтем. Сонда мына екеуінің қосындысы, мысалы 1 мен 49-ның қосындысы бізге нені беру керек? 50-ді беріп отыру керек қой. Міне бұл есептің логикасы тек осыда ғана. Осы дүниені түсінсек, біз есептердің кез келген оп-оңай тез шығара аламыз. Тағы да түсіндіріп айтайын. Мысалы, бізде мына A1 арқылы табуға болады формулада, бірақ всегда бізде A1 емес, AK берілуі мүмкін. AK деген тізбектің кез келген бір қасыншы мүшесі деген сөз. Бұлай түсіндіріп айтайын. Мысалы, саған 48-ші остановкаға бару керек, бірақ сен 12-ші остановкада тұрсың.
сен бұған қанша аялдама асып өту керексің? 12-ші остановкадан 48-ші остановкаға дейін бару үшін 36 жетпей ма? Сонда мен яқа 36 D деп жазам. Мына екеуінің қосындысы маған мынау бастапқы берілген тауып жатқан дүниенің индексін беру керек қой. Түсіндіре алдың ба? Түсінікті болу үшін мысалдармен түсіндіруге. Мысал бізде берілген А бірінші мүшесі 11 деп қойған. Мына А1 бізде 11 деп қойған. Сонда бұл ең бірінші мүшесі бізде 11-ге тең деген сөз. Мына 11. Айырмасы -4 дейді. Демек келесі мүшесі бізде уже 7 болады, одан кейін 3 болады, одан кейін -1 болады, одан кейін -5 болады, одан кейін -9 болады, одан кейін -13 болады. И дәл солай кете береді бұл тізбек. Енді бізге айтады 8-ші орында тұрған санды тап дейді. Мысалы, мына біріншісі болса, мынау бізде екінші мүшесі, мынау үшінші мүшесі, мынау төртінші мүшесі, мынау бесінші мүшесі, мынау 6, мынау 7, уже 8-ші мүшесін табу үшін біз бұған жай ғана -4 азайтсақ, бізде мына жақта -17 болады, иә. Сонда 8-ші мүшесі бізде -17, С жауабына тең. Бірақ бұны былай жазып отқан көп уақыт алады да, біз сол үшін формуланы қолдана саламыз. Мысалы, сенде А1 бар, А8-ді табу үшін сен не істейсің? А1-ге 7 рет D-ны қосасың. Неге 7 рет? Мені қараңыздар, мені 1 рет, 2 рет, 3 рет, 4 рет, 5 рет, 6 рет, 7 рет қостық мені. Сондықтан біз мына жақта 7D деп жаздық. Енді орын-орнына қоямыз. А1 деген ол бізде 11 плюс 7 көбейтілген D-ның орнына -4 қоямын. Мына екеуі бізде -28, 11-ді -28-ден айтсақ, -17 деген жауап шығады. Келесі есеп, керісінше бізге 12-ші мүшесі беріліп қойған. 12-ші мүшесінің формуласы бізде А1 қосылған 11-ді болады. Осы жерден керісінше бірінші мүшесін тап дейді. Кез келген формуланы біз керісінше де қолдана аламыз. Ол үшін біз А12 дейтін болса, А12-ні ашып жазам. А1 қосылған 11-ді деп. Сөйтемде А12 деген жерге мұнда 43-ті қоямын да. А1 деген жерге А1-ның өзін қойып қоямын, өйткені ол менде белгісіз. Плюс 11 көбейтілген D десе, D-ның орнына мен мынау 2-ні қоямын. Сонда 43-тен А1 қосылған 22. Бір сөзбен айтқан кезде бұл бізде қарапайым сызықтық теңдеу. 22-ні азайтамыз. Сонда 43 азайтылған 22 бұл бізде бірінші мүшесін береді. Сонда А бірінші мүшесі бізде ол 21-ге тең. Ол сонда Е жауабына сәйкес болады. Келесі есеп. Келесі есеп дәл алдыңғы айтқан формуламен сәйкес келеді. Яғни А11-ді табу үшін А7 берілсе, яқта 11 азайтылған 7 болады. Яғни 11-ден 7-ні азайтып D-ға көбейтеміз. Bir сөзбен айтқанда А11 ол бізде А7 плюс 4D болады. Міне, біз формулаға салсақ, дәл осылай жазып алуымызға болады. Бірақ егер біз формуланы ұмытып қалып жатсақ, осознанно, яғни саналы түрде түсінуіміз керек. 11-ші мүшеге дейін бару үшін 7-ші мүше беріліп тұрса, қанша рет бару керекпін? 4 остановканы асып өту керекпін. Мына екеуінің қосындысы мына 11-ді беру керек қой. Сонда А11 тең болады. А7 деген ол бізде 17 плюс 4 көбейтілген D деген 4 көбейтілген 4. D-ның мәні бізде міне есептің шартында осылай беріліп тұрады. Айырма немесе D деп келеді. Сонда бізде 17 қосылған 16 болады. Екеуін қоссам бізде 33 деген мынау Е жауабына әдемі келеді екен. Я, бізге түсінікті болды деп ойлаймын. Тағы да бір түсініктірек болу үшін қызылмен жазып бір практикалай етейік. Мысалы, қараңыздар. Көп мұғалімдер болсын, оқушыларға сабақ түсіндірген кезде бізде көп жағдайда формуланы жаттап алыңдар, болды формуламен шығарыңдар деп айтып жатады. Бірақ мен сабағымда қалай жасаймын? Мен оқушыларға чисто практиканы түсіндір деймін да, логикасын түсіндір деймін да, кез келген формуланы. Мысалы, 100-ші мүшені табу керек, бірақ сенде 57-ші мүше бар. Сен D-ны қанша рет қосасың? 43 рет қосасың, е? Неге? Себебі мен жаңа айттым. Қараңыздар, 57-ге 43-ті істеймін, қосып жүремін. 57-ге 43-ті қосап менде қанша шығады? 100 шығады. Просто логикасын түсіндір. Тағы да жазайын. Мысалы, саған А87-ні табу керек. Сенде А50 бар. Сен қанша рет қосасың? D-ны 37 рет қосасың. 50 мен 37-ні қосқан кезде 87 шығып отса болды ғой. Түсіндір ме? Логикасы тек осақ қана. Келесі есеп. Арифметикалық прогрессияның айырмасын табу. Бағаналы бері D деп жатырмыз ғой. Сол D деген ол айырма. D деген бұл айырма деген сөз. Енді кез келген айырманы табу үшін біз А2-ден А1-ді азайтасақ, бұл бізде айырма шығады. Айырма деген разница деген сөз ғой. Екеуінің арасындағы айырмашылық деген сөз. D-ны табу үшін, мысалы, 100-ден А100-ден А99 азайтып жіберуге болады. D-ны табу үшін А97-ден А96-ны азайтып жіберуге болады. Екеуі қатар тұрған екі мүшесін өзара азайтып жіберсең, сенде D шығады.
иә, ол логично. Ал кейбір кезде d бізде алшақ тұрған кезде біз мынау формуланы пайдалансақ та болады. an минус k, an минус ak, астында n минус k деп. Енді бұл формулаларды түсіну үшін біз мысал алдасақ болады. Мысалы бізге есеп беріп қойған a7 16-ға тең, a8 22-ге тең. Осы прогрессияның айырымы неге тең дейді. Мен жазам d тең кез келген бір қатар тұрған екі мүшені өзара азайтып жіберемін деген андай формуланы айтқан болатын жаңа ғана. Демек d тең болады менде a8 азайтылған a7. Яғни мынадан біреуге артық мүшесі. Бір сөзбен айтқанда мынандай тізбек қой. a7, a8, a9, яқта бұның алдында 6 бар. Мына екеуінің айырмашылығы бізде d деп белгіленеді ғой. Қандай сан қосылып тұр, сол бізде d. Енді біз a8-ден a7-ні азайтасақ, бізде айырмасы шығады. Значит, d тең a8 бізде 22, a7 деген ол бізде 16. 22-ден 16-ны азайтып жібереміз, сонда бізде қанша болады? 6 бола ма? Демек, айырымы бізде 6-ға тең деген сөз. Енді жаңа алшақ тұрғандағы формуламыз қалай қолданамыз? Бұл формула бізде, давайте қызылмен бір бұрышқа жазып қойын, мынандай етін d тең an минус ak, яқта n минус k. Міндетті түрде видеоны паузаға қойып, формулаларды дәптерге жазып отырыңыздар. Енді бұл жақта бұл формуланы қолдансақ қалай болады? Яғни d тең an минус k деген сөз ол бізде a14, яқта a13 деп қоямын. Астында 14 азайтылған 13. Сонда 32-ден 25-ті азайтам. 32-ден 25-ті азайтам. Астында 14-тен 13-ті азайтам. 1 бола ма? Значит, 32-ден 25-ті азайтсақ 7, 7-ні 1-ге бөлсек, бізде яқта 7 деген жауап шығады. А жауабына сәйкес. Енді бұндай есептер бізде алшақ тұрғанда деген кеми қалды сәл. Яқта алшақ тұрғанда деген яқта a13 пен a14 емес, бір сөзбен айтқан кезде бір a10 мен a14 деген сияқты берілу керек қой. Сол кезде алшақ тұрғанда деген формаға сәйкес келеді. Мен бұл мысалды жай ғана сіздерге форманы түсінікті болуы үшін түсіндірдім. Давайте тағы бір мысал қарастырайық. Мысалы бізге ойдан құрастырам. a10 берілген, a10 бізде мысалы 22-ге тең, и a38 берілген, бұл бізде 90-ға тең деп қарастырайық. Бұл 90 емес, басқа бір сан алайық. 112 деген сияқты. Енді осы тізбектің айырмасын тап деуі мүмкін. Онда d-ны табатын болсақ, a38-ден a10-ды азайтамыз. Так, 38 емес, 28-ші мүшесі дейікші. И мынаяқта 28-ден 10-ды азайтамыз. Сонда a28 деген ол бізде 112, a10 деген ол бізде 22, астында мынаяқта 28 азайтылған 10. Енді есептейміз. 112-ден 22-ні азайтсақ, бізде мынаяқта 90 шығады. 28-ден 10-ды азайтсақ 18 шығады. Сонда бұның айырмасы неге тең? Айырмасы бізде 5-ке тең. Яғни осындай есептер де бізде кездеседі екен. Келесі есеп. Бұл есепте бізде формуланы қолдану керек. Екі түрлі тізбек берілген. Бізде бірінші тізбек бар. Бұл бізде 5, 8 және де 11 деген сандар берілген. 5, 8, 11. Бұның ең бірінші мүшесі бізде 5-ке тең болып тұр. Айырмасы бұның 3-ке тең екені айдан анық, күннен жарық болып тұр. Екеуінің арасында мысалы қосындысы 3-ке тең. 3 деген сан қосылып жатыр. И 227 деген сан кез келген бір n-ші мүшесі болып тұр, бірақ қаншасыншы мүшесі екенін табу керек. Екі түрлі тізбек. Бұл бірінші тізбек, екінші тізбек неға жазайық? Мысалы 3, 7 және 11. Бұның бірінші мүшесі 3-ке тең, айырмасы 4-ке тең екені көрініп тұр, өйткені 4 қосылып жатыр. И бұда да бір n-ші мүшесі осы 227 дейтін санға тең болып тұр ғой. Бірақ осы жерде бізге n-ді тауып алуымыз қажет. Енді мен не істеймін? Бұл есеп шығару үшін мен аламда просто a-n-нің формуласын бір бұрышқа жазып қоямын. Бұл a1 қосылған n-1 көбейтілген d деген формулаға сәйкес келеді. Енді осы формулаға орын-орнына қойып шығамын. Давайте біріншісін жасылмен есептейік. a-n деген жерге мен 227-ні қоямын. 227 тең. a1 деген жерге 5-ті қоямын. n-1 деген жерге n-1-ді қоямын. Көбейтілген d деген жерге 3-ті қоямын. Енді осы амалдарды орындау ғана қалды. 227 тең 5 қосылған 3n азайтылған 3, 5-тен 3-ті азайтсақ 2, 2 на бетке азайтылады да 225 бұл тең болады 3n-ге. Демек n тең болады мұнда 75-ке. n-нің мәні шықты. n1 деп қойық. Бірінші теңдеуден шыққаны бұл бізде 75. Бұнда жауап бар ма? Я, мұны 75 дейтін жауап тұр. Енді давайте екіншісін бір фиолетовыймен жазып түсіндірейін. a-нің формуласын ашамыз. a1 қосылған n-1 көбейтілген d тең 227 болады. Мынау a-нің орнына 227-ні қоямын. a1 деген жерге 3-ті қоямын. n-1 солай қала береді. d-ның орнына 4-ті қоямын.
Енді амалдарды орындау керек. 3 қосылған 4n минус 4 тең болады 227. 3-тен 4 азайтсақ минус 1, ол на бетке плюс 1 болып барады. Значит, 4n тен 228. 228-ді 4-ке бөлетін болсам, бізден яқты қанша шығады? Так, 57 шығады, е. Сонда бізде жауаптары әдемі келіп тұр. Жауабына сәйкес. Келесі бізде арифметикалық орта деген дүние бар. Арифметикалық орта деген кез келген екі мүшесінен дәл ортасында тұрған санды айтамыз. Мысалы, n дейді, n минус k, n плюс k-ға артық кез келген екі мүшесін қосып, 2-ке бөлесек жеткілікті. Мысал ретінде былай көрсетіп қойдық, мұны. Мынау 1, мынау 3. 1 мен 3-ті қосып 2-ке бөлсең қанша шығады? 2 шығады ғой. Мынау екінші мүшесін беріп тұр деген сөз. Или болмаса былай түсіндіруге болады. Мысалы, бізде A1 бар, A2 бар, A3 бар, A4 бар, A5 бар. Енді дәл ортасында тұрған мүше ретінде біз мынаны аламыз. Мысалы, бізде A1 бар, A5 бар. Екеуінің дәл арифметикалық ортасы деп біз A3-ті айтамыз. Неге? Себебі екеуінің дәл ортасында бізде яқта A2 бар және A4 бар. Екеуінен де бірдей қашықтықта тұр ғой. Бір мүше да екеуінің разницасы. На екеуінің разницасында A2 қалып кетіп тұр, на екеуінің айырмашылығында A4 қалып кетіп тұр. Дәл ортасында тұрғандықтан біз бұны арифметикалық ортасы деп айта аламыз. Мысал ретінде мынандай есептер келеді. A9 берілген, A15 берілген, A12-ні тап дейді. Енді бұның дәл екеуінің ортасында тұрған қалай білуге болады? Индекстерін аламыз, қосамыз, 2-ке бөлеміз. 9-ға 15-ті қоссақ 24, 24-ті 2-ке бөлсек 12 шығады ғой. Демек, A12 дегендегі 12 шығып тұратын болса, онда бұл екеуінің арифметикалық ортасы деген сөз. A12 деген сонда A9 қосылған A15 бөлінген 2 болып тұр. Сонда A12 тең болады 11-ге 17-ні қосу керек, сөйтіп 2-ке бөлу керек. 11-ге 17-ні қоссақ қанша болады? 28 ба? 28-ді 2-ке бөлсек бізде 14. Сонда С жауабына сәйкес. Енді формулада анаяқта былай жазылып тұр ғой, бағана қараған болсаңыздар, К-ға кем және К-ға артық екі мүшесін қосып 2-ке бөлеміз деген. К деген какой-то бір тұрақты разница ғой. Мысалы, A12-ні былай жазатын болсақ, A9 азайтылған 3 деп қарастырамыз, то есть A12 былай жазайық мұны. A12 азайтылған 3 деп қарастырам. A15 дегенде 12 қосылған 3 деп қарастырам. Сонда К деген осы мына жерде 3-ке тең болып тұр мұны. Минус 3 қосылып тұр, азайтылып тұр мұны. Қосылып тұр, азайтылып тұр. К деген 3-ке тең ғой. Сонда К деген екеуінен де бірдей қашықтықта тұр деген мағынаны білдіреді. Келесі, енді арифметикалық прогрестен алғашқы n мүшесінің қосындысын формуласын мен сіздерге толықтай формуланы түсіндіріп берейін. Бұл формула қайдан пайда болды және бұл формулалар біз қалай қолданамыз, сол дүниеге тоқталайық. Яғни формуланың бір сөз айтқанда қорытылуын түсіндіретін болам. Бұл жақта SN берілген, SN деп белгілейміз, бұл sum деген сөз, ағылшынша sum. Яғни summa деген сөз, summa деген сөздің бірінші әріпін ала салған S деп сол үшін белгілейді, қосынды деген нәрсе. Сөйтіп n деген ол бізде алғашқы бір n мүшесінің қосындысы. То есть мысалы S10 деп берілсе, онда ол бізде A1-ден бастап примерно айтқан кезде, примерно емес, нақты айтқан кезде 10-ға дейінгі мүшелерінің қосындысын айтады, S10 деген. S20 деген сөз ол 1-ден бастап 20-ға дейінгі сандардың қосындысы. То есть мүшелерінің қосындысы. Енді бізде Гаусс дейтін адам болған. Гаусс айтады, бала кезінде осы ережені Гаусс ойлап тапқан деп айтады, көп жағдайда. Гаусс деген математик, бұл көптеген заңдылықтар, ашылулар жасаған математикадан. Енді Гаусс теоремасы ол бізде қалай? Ол бізде 6-шы класста бар Гаусс деген, Мысалы, тізбек берілсін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сияқты. Мысалы, 10 санның қосындысы. Енді Гаусс теоремасы айтады, осы 10 санды қосу кезінде бәрін бір-біріне қосып отқаннан гөрі жұп-жұп қылып алыңдар дейді. Ең біріншісі мен ең соңғы санды алыңдар дейді. Мысалы, 1-ге 10-ды қосатын болса қанша болады? 11 бола ма? Предпоследний 2 санды алыңыздар дейді. 2 мен 9-ды. Бұл екеуінің қосындысы қанша болады? Тоже 11 болады. 3 пен 8-дің қосындысын алыңдар дейді. Бұл да 11. 4 пен 7-ның қосындысын алыңдар. Бұл да 11. 5 пен 6-ның қосындысы тоже 11 дейді. Сонда бір сөзбен айтқан кезде ең бірінші сан мен ең соңғы санды қос дейді. Сөйтте дәл осындай қанша жұп бар соны сана дейді. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Барлығы қанша сан? 10 сан. Штук, 10 штук сан бар. Демек қанша жұп бар? 5 жұп бар.
Сонда мен не істеймін? 13 штук санды 2-ге бөлемін. Яғни жұп-жұппен алып жатқандықтан мен просто аламын да қанша сан бар соны 2-ге бөлемін. Жұп деген екеу деген сөз мағынаны білдіреді ол. Сонда менде жауап шыға салады. 1-ге 10-ды қосатын болсам 11, 10-ды 2-ге бөлетін болсам 5, сонда жауабы 55. Сонда Гаусс теоремасы оп-оңай осылай бізге формуланы шығарып берді. Енді бұны формула түрінде жазатын болсам бізде қалай болады? Sn тең болады. Ең біріншісімен ең соңғысын қосасын. Барлығы қанша мүше бар? N деген мүшелердің саны ғой. Қанша штук, N деген ретін білдіреді. Тура соны алып 2-ге бөлеміз. Неге 2-ге бөлеміз? Өйткені біз жұп-жұп қылып алып отырмыз. 2-2-ден алып жатырмыз. Сонда формула алғашқы n мүшесінің формуласы дәл осыған сәйкес келіп тұр. Міне, формула түрінде жазсақ былай болады. Sn тең n бөлінген 2 көбейтілген a1 қосылған an. То есть a1 деген ең бірінші мүшесі, an деген ең соңғы мүшесі. Екеуін қосамызда қанша мүше бар? N деген мүшелердің саны, соны алып 2-ге бөліп өзара көбейтіп жібереміз. Сонда бізде қалай болады? Мынаны әдемілеп жазатын болсақ, былай жазуға да болады. a1 қосылған an бөлінген 2 көбейтілген n деп осылай жазып қоюға да болады формуланы. Енді осы формуланы қалай қолданамыз? Ол бізде есепте былай келеді. a1 беріледі, a12 беріледі. Сөйтте арифметикалық прогрессияның алғашқы 12 мүшесінің қосындысын сұрайды. 12 мүшесінің қосындысын сұраса, бұл бізде қалай болады? S12 тең ең біріншісі қосамыз ең соңғысы. То есть мына жақта өте мұқият болыңыздар. Мынау n десе, мынау да an болу керек. Мысалы 12 мүшесінің қосындысын сұраса, онда мен a1 мен a12 қосамын. Мысалы 17 мүшесінің қосындысын сұраса, мен a1-ге a17 қосамын неқта. Түсінікті ғой? И неқта n деген неқта n мен бірдей болу керек. Бөлінген 2 көбейтілген неқта 12 болады. Сонда a1 деген ол бізде 4, a12 деген ол бізде 37. Осыны 2-ге бөлеміз, и осыны 12-ге көбейтеміз. Сонда бізде қалай болады? 4-ке 37-ні қосатын болсақ, 41 бөлінген 2 көбейтілген 12. Енді 41-ді 2-ге бөлгеннен гөрі, мына 2 мен 12-ні қысқартып алсақ, бізге оңайырақ болады. 6 41-ге 6-ны көбейтсек, бізде 246 деген жауап шығады. Сонда бұл жауабына сәйкес. Бұл бізде формуланың ең біріншісі. Енді осы формуланы екінші түрі бар. Екінші түрі ол бізде мынау. Sn тең n көбейтілген n бөлінген 2, 2a1 плюс n-1 көбейтілген. Енді бұл формула қайдан шықты? Бізде ең бірінші формула бар етін. Sn-нің біріншісі мен екіншісін қосып, осыны n бөлінген 2-ге көбейту деген ең бірінші формула бар ғой мынау. Міне, мынау бізде бірінші формула. Дәл осы бірінші формуланы ашамыз. Қараңыздар, бізде неқта an деген дүние бар. an-нің формуласы қандай еді? Бізде a1 қосылған n-1 көбейтілген d еді. Сонда мынаның орнына мен қазір мынаны қоямын. Сөзде бізде шығады Sn тең a1 қосылған n-1 көбейтілген d. Жақшаның сыртында көбейтілген n бөлінген 2. Бұл неқта тік жақша беріліп қойған, берілгенде тік жақша беріле ма, жай жақша беріле ма, бізде айырмашылық жоқ. Енді a1-ге a1-ды қоссақ не шығады? 2a1 шығады. Неқта n-1 шығады, көбейтілген d шығады. Неқта тік жақша қойып қойсам да болады, немесе жай жақша қойып қойсам да болады. Сонда алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы міне дәл осылай беріледі. Немесе бұны былай жазуға да болады, математикалық әдемі түрде жазатын болсақ. 2a1 қосылған n-1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейтілген n деп осылай математикалық тілге сәйкес қылып осылай жазсақ та бізде дұрыс болады. Енді осы формуланы қолданып көрейік. Бұл формуланы қай кезде қолданамыз? Қарап отырсақ, мына бірінші формуласы мен екінші формуласы бірдей, жай ғана мынақта бірінші формуладағы n деген дүниені біз жай ғана ашып қойдық. Міне n деген дүниені былай ашып жаздық. Міне ашып жазған кезде a1 мен a1 қосылып кетті бізде. Бір сөзбен айтқанда, бірінші формула мен екінші формула мен қатты бір үлкен бір айырмашылық жоқ бізде. Енді давайте осыны біз тірлікте көрейік, есеп шығарып көрейік, біз бұны қалай қолданамыз. Ең біріншісі a1 берілген, d берілген, осы алғашқы арифметикалық прогрессияның алғашқы 11 мүшесінің қосындысын табыңыз дейді. Значит, бізге не табу керек? Есептің шарты бойынша S11-ді табу керек. Енді S11-дің формуласын ашамын. S11 тең болады 2 еселенген a1 формуласы қосылған 11 минус 1 көбейтілген d бөлінген 2 көбейтілген n-нің орнына мен 11-ді қоямын. Sn-нің формуласын мына жазып қоямын, түсініктірек болу үшін. Көбейтілген n. Мына формула болса, біз осы формулаға қазір қойып шықтым. 2a1 n-1 деген жерге 11-ді қойым. Мынау n-нің орнына тоже 11-ді қойдым. Сонда S11 тең болады бізде. 2 еселенген a1 деген жерге мен a1-ның орнына 7-ні қоямын. 11 минус 1 деген ол бізде нені береді? 10-ды береді. Мен неға 10 көбейтілген d деген жерге 3-ті қоямын.
бөлінген 2 көбейтілген 11. Енді амалдарды орындау ғана қалды. Екі жердегі 7 бізде 14, 10 жердегі 3 бізде 30, 14 қосылған 30, бөлінген 2 көбейтілген 11. 14-ке 30-ды қоссам бізде 44, 44 текке бөлсем 22, 22-ні мен енді 11-ге көбейтем. Бұны көбейтсем бізден яқта 242 деген не шығады. Ол Е жауабына сәйкес. Бір сөзбен айтқанда, кез келген арифметикалық прогрессия келетін болса, дәл осылай алғашқы n мүшесінің қосындысын тауып алады екенбіз. Енді тағы да бір мынандай формула бар. Бұл формуланы біз қандай есептерде қолданатынымызды қазір түсіндірем. Бұл формуланың мағынасы былай. Sn азайтылған Sn-1 тең An дейді. Sn деген ол бізде бірден бастап қандай да бір n-ші n-1 қосылған n-ші санға дейінгі қосындысы. Sn-1 деген дәл осындай, бірақ n-ға дейін емес, n-1 мүшеге дейінгі қосындысы. Енді осы екі тізбекті өзара азайтсақ бізде не шығады? Қараңыздар. Мысалы, мынадан азайтсақ, Sn азайтылған Sn-1 шығады. Яқта A1 мен A1 азайтылып кетеді. A2 мен A2 азайтылып кетеді. A3 пен A3 азайтылып кетеді. Мына мүшелердің бәрі азайтылып кетеді. Мына мен мынау тоже азайтылып кетеді. Ең соңынан яқта n қалып қалады. Бұл форманың қорытылуы осылай. Бұны енді іс жүзінде көрсететін болсақ, бізде былай болады. Мысалы, бізге алғашқы n 10 мүшесінің қосындысын тап дейді. Енді формуласы рекурренттік формула деп айтады, дайын формуланы. Бізде қандайды бір n мүшесінің қосындысын рекурренттік формуламен де беріп қояды. Осылай Sn тең n плюс 5 деп. Осы арифметикалық прогрессияның алғашқы мүшелерінің қосындысы арқылы 10-ші мүшесін табу керек бізге. Енді мен не істеймін? Формула бойынша мен S10-нан S9-ды азайтап, сөзде менде A10 шығады. Енді формуланы түсіну үшін, давайте мен ашып жазайын. S10 деген не ол? S10 деген ол бірінші мүшесінен бастап, осылай 10-ші мүшесіне дейінгі қосындысын айтады. S9 деген не? S9 деген бірінші мүшесінен бастап 9-ға дейінгі мүшесінің қосындысын айтады. Енді өзара азайтып жүрсем, яқта S10 азайтылған S9 болып қалады. Жазулар ғой. Оң жағы бізде қысқарады. Намен мынау қысқарады, намен мынау қысқарады, намен мынау қысқарады. Мынаның алдында A9 бар, кстати, ол да кетіп қалады. Тек A10 ғана қалып қалады яқта. Міне формула осылай қорытылып шықты деп айтсақ та болады. Енді осы формуланы қолданып, мына есеп шығара саламыз. Сонда S10-ды табатын болса, яқта n-нің орнына жай ғана 10-ды қоямын. S9 болатын болса, n-нің орнына жай ғана 9-ды қоямын. Екеуі шықты ғой. Енді өзара азайтып жүремін. Сонда яқта S10-нан S9 азайтам, яқта 15-тен 14 азайтам. Сонда жауабы яқта 1 болады. Мынау 1 деген бұл 10-ші мүшесі болады ғой. Түсінікті ғой. Енді арифметикалық прогрессияда тағы да осындай дүние бар. Арифметикалық прогрессияда индекстерінің қосындысы тең болса, мүшелерінің де қосындысы тең болады дейді. Сонда кез келген бір n-ші мүшесі мен k-ші мүшесі қосындысы тең болады. P мен Q-дің қосындысына егер n мен k-ның қосындысы P мен Q-ның қосындысына тең болады. Мысалы, яқта A7 мен A5-дің қосындысы және де A11 мен A1-дің қосындысы өзара тең болады. Неге? Себебі 7 мен 5-ті қосқан кезде 12, 11 мен 1-ді қосқанда 12 шығады. Екеуі өзара қандай болады? Тең болады деген сөз. Мысалы, мынандай бір есеп берілсін. Бізге арифметикалық прогрессияда 6 мен A9-ның қосындысы беріліп қойған. Қандай бір 6-шы мүшесі мен 9-шы мүшесі, қандай бір тізбек, оны қандай тізбек екенін мен білмеймін. Бірақ саған айтады 14 мүшесінің қосындысын тап дейді. 14 мүшесінің қосындысы деген не ол? Бұл же S14 қой. S14-ті мен қалай ашам формуласымен? A1-ге A14-ті қосам, 2-ге бөлемін де 14-ке көбейтемін. Бағана S-ның формуласын ашып едік қой біз. S-ның формуласы мынандай еді оның. A1 қосылған AN бөлінген 2 көбейтілген n еді ғой. Дәл осы формаға қойдым. Енді қараңыздар, мына жақта 6 мен 9 дейді. 6 мен 9-ның қосындысы бізде қаншаға тең? 6 мен 9-ның қосындысы 15-ке тең. Енді қараңыз, бізде A1 мен A14-ның қосындысы қаншаға тең? Тоже 15-ке тең. Демек, мына 20 деген санды, мынаның орнына қойсам болады да мен. Сонда S14 тең болады 20 бөлінген 2 көбейтілген 14. 20-ны 2-ге бөлсек 10, 10-ды 14-ге бөлсек бізден яқта 140 деген ответ шығады. Осымен бізде арифметикалық прогрессияның формулаларын түгелімен жазып шықтық. Бізде міне 1 формула, 2 формула,
3 формула, 4 формула, 5 формула, 6 формула, 7 формула, 8-9 формула айттық барлығы. Осы 9 формуланы толықтай білетін болсақ, біз арифметикалық прогрессия бір-бірінен шығады да, ол формулалардың барлығы бір-бірінен шығады. Дәл осы 9 формуланың бәрін білсек, біз арифметикалық прогрессияның есептерін оп-оңай шығара аламыз. Арифметикалық прогрессияның есептерін тез әлі оңай шығару үшін кез келген есепте бірінші формуласын жазып қою керек та, формуласын ашып жазу керек. Формуласын ашып жазсақ, бізде есептер оп-оңай шығады. Кейбір есептерде тіпті жүйе құрастырып шығару керек болатын есептерде кездесетін болады. Оны міндетті түрде сіздерге тест, яғни үй жұмысында ондай есептерді де қосып қойдым, және оның талдауын мен тесттің талдауында да талдап қойдым арнайы сіздер үшін. Әрқашан арифметикалық прогрессияда сияқты табыстарыңыз, өзіңіздің білімдеріңіз айырымы оң болып өсе берсін. Ал сіздің өміріңізде болып жатқан проблемалар осы прогрессияның теріс айырымы сияқты кеңейе берсін деп айтамыз. Ендеше сау саламатта болыңыздар.